Байымыз деген тақырыпта қалай қаржылық сауаттылыққа жетеміз, қаржылық тәуелсіздікке жетеміз деген. Ал ондай болса бастайық. Мен сіздерге бүгін өзімнің бір әдемі ойларымды жинақтап қойдым, соларды айтайын. Даусым жақсы естіліп тұрса айта қойыңыздар. Менде мына жерде кішкене бұлыңғыр болып тұрды, түсінбей тұрмын Инстаграмды. Бүгін неге Инстаграм мені ұнатпай тұрғанын. Қарызға батып қалдым, бір техника айтасыз ба дейді. Техника емес, бүгін ой саларлық әңгіме айтамын. Сондықтан өздеріңіз ішкі бір жан дүниеңізді қопарып тастайтындай, өзіңізге осы уақытқа дейінгі ойлап жүрген, осы уақытқа дейінгі түсініп жүрген нәрселеріңізді мүмкін басқа жағынан қарап көресіздер. Дауыс жақсы, дауыс бәрі жақсы естіп тұр ғой, комментарийді өшіріп қояйын деп едім. Алтын шаш, сәлем жаным, соскучилась дейді. Жақында бөпем шетінеп кетті, сізден мықты көмек қолдау болса дейді. Хабиба Батырбек, көп дұғада болыңыз енді. Алла береді, Алла алады, өзі біледі. Аллаға тапсырыңыз. Ішкі сабырлық және көп дұға тілесеңіз, жаныңыз кішкене тынышталады. Ал енді бүгінгі тақырыпты бастай берейін. Боламын, жасаймын, аламын. Дәптерлеріңізді алсаңыздар да болады. Именно осы ақшаға байланысты бір-екі сіздерге ой салатын әңгімені тездетіп айта қояйын. Боламын орысша буду, жасаймын быть, боламын быть, жасаймын делать, аламын иметь. Қазақша боламын, жасаймын, аламын дедім. Енді осыны біз қараңыздар, ақшаға келген кезде именно байлықтың бір энергиясын түсінер кезде, немесе вообще өмірде кез келген адам өзінің мақсатын жазғанда, қазір жаңа жылда бәріміз ғажап дәптер толтырып, армандар карта жасап, күшті мақсаттарды қойып жатырмыз ғой. Әрбір адамның өзінің ойында ең бірінші аламын деген болады екен. Мен үй аламын, мен бизнесті ашып аламын, мен ақша аламын, әйел аламын, бала туамын. Любой нәрсені біз бірінші мына аламынды алдыға қояды екенбіз. Кез келген ойыңызда өмірді, ертеңгі күнді, келесі жылды ойлаған кезіңізде, келесі айды ойлаған кезде адам әрдайым буду иметь. Буду иметь. Мен жаңағы үйлі боламын, мен балалы боламын, мен ақшалы боламын деп ойлайды екенбіз. Енді осы жерде қателікті айтайын. Ең бірінші адам буду. Мына боламын, мен қандай боламын ақшалы үшін, және мен жасаймын, мен не жасауым керек ақшалы болу үшін. Осы екеуі бірінші сізде ең бірінші алдыға келу керек. Дәптерлеріңізді алыңыздар да прямо осы 3 пунктты жазып қойыңыздар. Быть, делать, иметь. Егер де қазақша дұрыс түсіне алмайтындар болса, орысша түсініктірек болса, осыны айтып қойын, қасына жазып қойыңыздар. Быть, кем надо быть, чтобы что-то иметь. Мен кім боламын, мысалы, үй алу үшін. Аударғанда кішкене қазақша түсінігі басқаша болып тұр. Мен кім болу керекпін бизнес ашу үшін. Мен қандай болу керекпін бала туу үшін. Мен қандай болу керекпін шетелде саяхаттау үшін. Міне осы сұрақтарды өзіңізге түсінікті қылып жазып алыңыз. Маған ең алғаш осы инсайт келген кезде прям миымды қопарып тастады. Оказывается, мен де бұрын ойлайтынмын. Мен үй аламын, армандар картам, мақсатым, жылдық мақсатым бәрінде менде аламын болып тұрады. Мен аламын, мен жетемін, қалағанымды аламын, барғым келген жерге барамын, ақшалы боламын деген секілді менде бірінші аламын болып тұру керек болатын. Енді қараңыздар, осы аламынның алдына орнын ауыстырсаңыздар, көп адамдардікі бірінші аламын алдына кетіп қалады, одан кейін жасаймын дейді, одан кейін барып боламын дейді. Мен бақытты боламын, когда мен үй алсам деп. Бірінші ойымызда мен үй алуым керек, сол кезде барып мен бақытты боламын. Мен күйеуге тиюім керек, мен сол кезде барып бақытты боламын. Немесе мен жұмысқа тұрайын, содан кейін мен арықтап аламын. Арық боламын. Әдемі боламын. Бірінші біз бірдеңкені алғанда ғана барып бірдеңке болады екенбіз.
орыстардың мынандай сөз бар ғой, мы счастливы не от того, что мы богатые от того, что мы счастливы дейді. Біз бай болғандықтан бақытты емеспіз, біз бақытты болғандықтан баймыз дейді. Сондықтан сол сөз орыс ағайындардың дәл осы формулаға сәйкес келеді. Вот қашан сіз боласыз, сол кезде сіз аласыз. Қай кезде сіз бақытты боласыз, сол кезде ғана сіз күйеуге тиесіз. Айтамын, әртүрлі, адал болу, сұлу сымбатты болу, пысық болу. Вот күйеуге шығам деген қыздар жазыңыздар мына жерге. Мен қай кезде мен пысық боламын, сол кезде мен күйеуге шығамын. Вот қараңыз, сіз пысық болғанда, сіз ақылды болғанда, өзімен өзі гармонияда болғанда, міне өтірік айтпағанда, қарапайым болғанда, мейірімді болғанда, көркем мінезді болғанда, міне осы кезде мен не істеймін, уже келесі этапқа шығамын. Мен жасаймын. Одан кейін барып мен аламын. Енді бүгін ақша потогын қалай ашамыз деген сұрақ тақырып болғандықтан, мен ақшалы болу үшін, ақша потогын ашу үшін, маған ақша оңай және тез келу үшін, менің миымнан идеялардың қайнар көзі шығып жату үшін, мен бір бизнесті аштым ба, сақ-сақ қойып тастадым, ол сағат сияқты істеп жатыр, келесі бизнесқа шықтым, жаңағы Марғұлан Сейсенбай секілді бір нәрсені жасадым, одан кейін оны үлкейттім, оны масштабировать еттім, одан кейін оны инвестировать еттім деген секілді. Мен қай кезде бизнесмен, бизнес-леди дейміз, мына жерде қыздар көп отыр екен. Қай кезде мен бизнесмен боламын, қай кезде мен бизнес аламын, или ақша дейміз ба? Қазақша қиын болып тұрмаған. Быть, делать, иметь. Орысшасы оңай болып тұрды түсіндіруге. Қараңыздар, енді, когда буду я иметь бизнес? Мен қай кезде бизнесмен боламын, боламын деген екі реттегі қазақшасы болып кетті. Қазір мен қазақшасын дұрыстап түсіндірейін. Қай кезде мен ақша аламын, қандай болсам мен ақша аламын. Вот, қазақша дұрыс ауыстырдым. Қандай болсам мен ақшалы боламын. Пысықпыз, прокачанный болдық, сонымен қарасақ жасымыз 40-тан асыпты дейді. Орысша түсіндіре беріңіз дейді. Хорошо, қараңыздар, быть, делать, иметь. Орысша айта беріңіз. Қуып отсыз дейді. Әрқашанда керемет дейді. Мен онда бітейін. Мынаны өшіріп қояйын. Осылай айтайын. Чтобы что-то иметь, надо кем-то быть. А біз керісінше чтобы что-то кем-то быть, надо что-то иметь деп жүреміз. Орысша түсіндіре берейін, Біз ойлаймыз, бір элиталы, мықты адам болу үшін нам надо что-то иметь деп. Мен бұрын өзімде сөйтіп ойлайтын. Мне нужны деньги, мне нужны связи, менің мықты ортам болу керек, менің дәу үйім болу керек, менің үлкен заводым болу керек, немесе үлкен бизнесім болу керек. Сол кезде ғана я буду счастливой, любящей, бизнес-леди, супер-пупер әйел болам деп ойлаймын. Бірденке болу үшін менде үлкен ақшалар болу керек, үлкен байланыстар болу керек, үлкен бизнес болу керек деп ойлаймын. Керісінше, енді қараңыздар, просто бұны енді түсіндіру өте қиын, но бір түсініп алсаңыз, именно ақша потогын ашатын формула. Чтобы кем-то быть, не надо что-то иметь. Керісінше, просто сначала будь. Тура сол сүйкімді әйел бол. Тура сол щедрый, любящий, прям супер-супер жомарт адам бол, чтобы бай болу үшін. Садақаны жоқ кезінде бере алмаған адам, қазір менде жоқ, мына кедеймін дейді ғой. Кедей болсаң да сен бір табақ сорпаңмен бір тамағың тауып жүрсің, сонда сол кезде бере алмаған садақаңды сен үлкен байсаң да бермейсің. Және кедей кезіңде сен садақа бермедің ба, сен баймайсың да. Вот ақша потогын ашу осы. Үйіңде 5 кроссовки тұрма,
мен білем, 20 сөмкесі бар қыздарды білем, 30-40 сөмкесі бар қыздарды білем, 50-60 көйлегі бар. Ертең кием, ар күні кием, келесі жылы кием, жаңа жылда кием, 8 мартта кием деп. Егер де соны бүгін бере алмасаң, онда сен ертеңде бай болғанда сенен ештеңе шықпайды. Адам керісінше жоқ кезінде беру керек. Вот жаның қиналып тұр ма қазір? Вот сол кезде беру керек. Өте қатты берудің, вот ең бірінші садақаның, берудің, өзіңді жомарттыққа тәрбиелеудің маңызы именно ақша потогын ашқанда өте зор. Өте прям ең бірінші вот ақша потогын қалай ашам десеңіз, жомарттыққа өзіңіз тәрбиелеңіз. Үйіңде нең артық, нені бере аласың, бере бер. Көбісі маған айтады, көңіліңді беру керек, ақшаң жоқ болса там өміріңді беру керек, улыбканың өзі садақа дейді. Давайте так не будем. Өтіріктен не айтпай қояйық, настоящий дүние беріп үйрен. Настоящий қолға ұсталады, там қолында 2 тарақ тұр ма, біреуін бер. Просто өзіңнен шығарып үйрен. Бере алмайсың ба, все, басқан бер оттаған әңгіме. Мен жаңағы морально поддержу, мен сен үшін дұғадамын деген бәрі оттаған әңгіме. Сенің дұғаң шынымен жаңағындай керек, ол сенің ата-анаңа, ол сенің балаңа. Айдаладағы біреуге дұға тілейді дегенді бір 100-дің 1-і немесе 100-дің 0,1 дейма не дейді, сондай болатын шығар. Қатты кетті деп ойламаңыздар, но енді кәдімгі мына қазіргідей заманда жүріп, маған уже көп адамдармен ара қатынаста жүріп, біздің истинный лицомыз шынымен адамдарға түсінікті. Сондықтан бүгінгі мен формуланы жаңа көрсетіп айтқан, прям өздеріңізге жазып алыңыздар. Быть, делать, иметь. Енді бытты түсіндіңіздер, пока баймай тұрып, бүгін жомарт бол. Ақша потогың ашылмай тұрып, бүгін жомарт бол. Күйеуге тимей тұрып, бүгін бүкіл әлемді махаббатпен, ақ жүрекпен қарсы ал. Балалы болмай тұрып, бүгін будь такой мамой, такой тетей, прям сондай керемет, прям мейірімді ана болуға репетиция жаса. А не тогда, когда у тебя будет қолыңда бала туылған кезде, и ол белгісіз сен боласың ба, болмайсың ба. Өзің қарап отырсаң да, Алла тағала өзі қатып қалған, өмір бақи бір шық бермес шығайбайлар, қыста қар сұрап алатын адамдарда береке болмайды. Жетпей бірдеңкемен әйтеуір өмір бақи бірдеңкесі жетпей тұрады. Сондықтан ақша потогын ашам дейсің ба, бүгін бір бай адамды ал. Енді ол ана Брэд Питт, Анджелина Джоли, Илон Маск емес, өзіңнің айналаңдағы. Және жаңағындай сараң байды емес. Адамдар өздерін оправдывать ету үшін, қойшы мен ғана абысынымда деген ақшасы толып жатыр, бірақ деген ол бір жетіскен мінезі жоқ деген секілді өзінің бір ярлықтарын қойып қояды. Жоқ. Прям Инстаграмда, Қазақстанда көзіңе көрінетін щедрая душа бір бай адамды ал. Шынымен көркем мінезбен жеткен, бір әкесінің жаңағы наследствосы емес, өзінің шын еңбегімен жеткен, өзінің көркем мінезімен жеткен. Прям бір тұлғаны алда, соны толық сипатта. Маған звондап қалды да, өшіп қалды ма? Дауысым естіліп тұр ма, айта қойыңыздаршы. Эфир кезінде хабарласып қалды. Қатып қалды ма? Қазір естіліп жатыр ма? Дауысым естіліп жатыр ма? Соны айтыңыздаршы. Маған хабарласып қалды. Естіліп тұр. Енді екінші делать. Бізде адамдар ойлайды, вот когда у меня будет, когда я буду иметь, мен бақытты болған, мен күйеуге тигенде, мен ақшалы болғанда, я буду делать деп ойлайды. Менде ақшам болса, мен бизнес жасаймын деп ойлаймыз. Көп адамдардың қателесетіні осы. Мен ақшалы болған кезде, мен бизнес ашам. Мен ақшалы болғанда, мен садақа беремін. Мен ақшалы болғанда, мен бірдеңке, мен ақшалы болғанда, мен сірдеңке, оның бәрі тағы да бос сөз. Мен бірінші боламын,
мен жомарт боламын, мен мықты боламын, мен таңертең оянатын қазақ боламын, мен темірдей қатаң тәртіпті боламын, мен жазыңыз өзіңізге, дәптерге алыңыз да, мен сіздерге мықты сабақты, мықты формуланы сипаттап бөліп өмірге керек нәрсені айтып отырмын. Сіз болған кезде ғана жасай аласыз. Ал енді мен аламын, мен үй алғанда жасаймын, мен ақшалы болғанда жасаймын, мен жаңағы күйеуге шыққанда жасаймын, мен оқуға түскенде жасаймын деген болмайды, қате формула. Я буду, тогда я буду делать. Сіз қада болған кезде, мықты жүректі, батыр жүректі болған кезде сіз бизнес жасайсыз. Сол кезде барып сіз ақша аласыз. Сіз мықты, пысық болғанда ғана сіз өзіңізді жасайсыз, содан кейін күйеуге шығасыз, балалы боласыз. Әрбір өзіңіздің мақсатыңызды осы 3 жолмен, осы мен айтқан формуламен бүгін реттеп шығыңыз. Особенно қыздарға айтарым, жазған өте керемет. Прям дәптеріңізді алыңыз да, шимақтап, дәл қазір мен кім боламын, мен не жасаймын, мен не аламын. Мен бірінші аламын, жасаймын, боламын емес, иә. Түсінікті деп ойлаймын бұл формула. Прям жұмыс істеу керек. Жұмыс деген кезде қолға дәптерді алып, қағазды алып, прям четко өзіңіздің өміріңізді, өзіңіздің қалауыңызды, өзіңіздің мақсатыңызды жазыңыз. Мен өзіме сондай қойдым. Мен тәртіпті боламын. Мен таңертең ерте оянамын. Мен өзіме тайм менеджмент, күнделікті режимді қоямын. Содан кейін барып мен жасаймын. Одан кейін барып мен аламын. Міне осы формула ақша потогын ашуға, сізді жетістікке жеткізуге, сізге мықты бизнес-леди, мықты кәсіпкер, өзіңіздің арманыңыздағы адамды жасауға көмек береді. Енді келесі нәрсе, сенім нанымдар. Бұны да мен көп айтып жүрмін, бірақ сіздерге бүгінгі прям практикуйте. Практиковать етіп дәптеріңізге жазыңыз. Кішкентай кезіңізден бастап ақша туралы, бизнес туралы, байлар туралы естіген мақалдарыңыз, сөз тіркестеріңіз, күнделікті айтатын сөздеріңіз. Осының бәрін жазыңыз да, өзіңізді осы сөздерді қайталамауға, дәл қазір менің қолымды көтеріңіз да, маған уәде беріңіз. Қандай сөздерді көп айтасыз? Қазір комментарийді қосам, именно қандай сөздер сізге көп ұнайды? Именно ақша жайында. Ақша ең бірінші көп айтатын бұл ақша қолдың кірі. Ақша қолдың кірі дегенді вообще кім шығарғанын білмеймін, маған ұнамайды. Ақша қолдың кірі емес. Ақша, білмеймін, көп адамның өмірінің нұры. Өйтіп айтсам, қазір мына капец тақуа адамдар шайнап тастай ма? Ақша, сіз болсаң, сен қазір анаң ауырып жатса, барып емдете алмайсың, дәрі ала алмайсың. Паразит сөздер, өзіңізге ұнамайтын сөздердің бәрін жазыңыз. Мақалдар особенно. Қазақты мақалдар өте қатты убеждение болып кіріп кетеді. Әрбір қазақ мақалшы. Жаман қазақ мақалшы, жаман ешкі сақалшы дейді. Сондықтан бізге мақал бір кішкентай кезімізден көп сөздер кіріп кетеді. Бай-байға, сай-сайға қояды дейді. Осы сөзде маған онша ұнамайды. Кез келген бір маған ұнамай жатады. Ақша су. Ақша су. Мен ойлаймын, мен көп адамдар адам аз, клиент аз деп баяғыда. Қазірде бизнеста клиенттар аз, Қазақстанда адам аз, немесе тағы сондай бір шектеулерді айтып жатады адамдар. Сол кезде мен айтам, адам деген топырақ. Адам топырақтан жаралған. Топырақ деген көп. Далаға тұқсаң топырақ жерінде. Сондықтан мен үшін адам өте көп. Мен ешқашан адам аз болып қалады деп страдать етпеймін. Кетпейді. Ақшаны біз сол миымыздағы сол сөздер арқылы су қылып ағызамыз. Ақша өзендей маған ағып келе жатыр деңіз. Кедей мұсылманнан бай мұсылман жақсы. Бұл уже жақсы сөз. Өте керемет сөз. Ақша адамды бұзады. Ақша жетпейді, ақша жоқ. Вот осы сөздерді өзіңіздің лексиконыңыздан, өзіңіздің өміріңізден, өзіңіздің миыңыздан алып тастаңыз.
Ақша адамды бұзбайды. Ақша адамның ішіндегі қасиеттерді сыртқа шығарады. Сіз өзіңіз өте жақсы адамсыз ғой. Мына қараңыз, психологтың парақшасында отырсыз, біреулер кино көріп жатыр, біреулер ұйықтап жатыр, біреулер кафеде билеп арақ ішіп жүр. Ал сіз ой азық алып, кешке қарай демалыс күні жұмыстан кейін оқытырсыз. Демек, сіз өте жақсы адамсыз. Демек, сіз байыған кезде ақша сізді бұзбайды. Сізге ақша келген кезде сіз керісінше мешіт салатын, мектеп салатын, жол салатын, садақа беретін, ата-анасын бағатын, бауырларына көмектесетін өте мықты адам боласыз. Әрдайым өзіңіздің жақсы ойларыңызды, өзіңізді мақтайтын, кеше Аманжолмен эфир болған кезде айтып жатыр ғой, өзіңді мақтайтын, жақтайтын, баптайтын адамдардың қасында бол деп. Өзіңді мақтайтын сөздерді прям алтын әріптермен ойып тұрып шекеңе жазып алу керек. Тастарды ойып, не дейді андай, баяғыда мынандай граверка деуші ме еді, мынандай сағатқа ойып жазушы еді ғой. Сол секілді жақсы сөздерді, аффирмацияларды, убежденияларды, жақсы сөздерді күшті қылып айту керек. Даже жаман сөздің өзін, мысалы, мен көп ауырмаймын вообще. Бір арасында бір ұшып түспесем, и то биыл ғана бірінші рет болды. Ковид дегеннің өзінде әйтеуір елден ұят шығар деп елмен бірге бір ауырдым. Мынау бір жалмауыз екен, тіпті ауырмайды екен деп айтпасын деп, иә. Себебі мен айтамын, біреу айтады ғой, ойбай, өлесің кейін деп. Вот өлесің кейін деген сөздің өзі ол миға қалай әсер етеді. Менің уже оны түп санам қабылдап алуым мүмкін. Мен айтамын, мен секілді жалмауыздар өлмейді деймін. Жалмаң етіп таңғы жетіп жүрмін, қақтан өлем деймін. Мен уже сол қалжың арқылы, сол шуткамен мен уже миыма, подсознаниеме айтамын. Біздің мына миымыз уже компьютер, программа. Кішкентай кезіңізде сізге уже бір тетяңыз келді айтты ма, ой, мына бір пампушка екен, топ-томпақ сеп-семіз. Все, сен өмір бақи сол семіздікпен алысып жүресің. Сені біреу бауырсақ или булочка деп айтты ма, бітті, өмір бақи сол бауырсақ болып, пышка болып жүресің. Кішкентай кезінде айтты ма, ой, ақымақ, суымеймін, мына қызда түк ми жоқ қой деп, бітті, сен өмір бақи сол суымеймен жүресің. Немене жынды көбелек сияқты секіре бересің деп кішкентай бір қызға айттың ба, ол өз емес, оның ішкі түп санасында компьютерде сол нәрсе жазылып қалады. Сол үшін сөзге өте абай болу керек. Мен өзім кеше бүгін таңда йога жасаған кезде қыздарыма айтып жатырмын ғой. Мидан бұрын тіл сүйреңдеп кетпеу керек. Мидан бұрын. Прям всегда себя считайте, что вы испанецтардың арасында, ағылшындардың арасында. Мысалы, тіл білмейсің ағылшынша. И сен бір 10 ағылшынның ішінде отырсың. Семьяңда солай практикуй. Таңертең эфирде осыны айттым. Бір 10-15 ағылшынның ортасында отырсың. Семьяңда 10 адам бар, 6 балаң, күйеуің, енең деген секілді. И сен тіл білмейсің. Всегда начинай слушать. Сені қазір апарып бір испанецтердің, африканецтердің арасында апарып қойса сөйлей алмай отырасың ғой. Сол секілді тіл бірінші мидан бұрын жүріп кетпеу керек. Біздің қазақтар өте жақсы көреміз. Сөйлей берейін, сүйрен деп тіліміз бүйтіп бір жаққа кетіп баштады. И сол тілмен балалардың миларына теріс программа құямыз. Мен күйеуіме дұрыс айтасыз, мен де вообще ойым алмай білеп көңілді жүремін. Эфирді ақша мені жақсы көреді, мен ақшаны жақсы көремін дейді. Ақша білім, нұр адамды жарыққа шығарады. Легенда бол, ақша сені қусын дейді. Вот керемет сөз. Мен ақшаның магнитімін. Сәлематсыз ба, сізбен қалай хабарласуға болады? Сізді қарап жүрген 4 жыл болды, өзгерістер көп, Аллаға шүкір дейді. Мен қазір будни күндері таңертең өзімнің мына Құралай ханым клубындамын, келсеңіздер болады. Мәрттік қасиет қаншалықты дұрыс дейді. Мәрттік деген ол жомарттық қой, білмеймін, жомарттықтан страдать еткен адам көрген жоқ. Насколько вот қанша енді пол жизни прожила деп ойлаймын өзім, енді жасым 45-ке келді. 90 болса өмірім тура жартысына келдім. Бір жомарт адам бір жерде қалып қапты деген көрген жоқпын. Жүрегі ашық, мәрт, жомарт адам, вот наоборот, орыстар айтады ғой, жадность губит фраера деп. Керісінше сараң адамның, жадный адамның қиналып жүрген өте көп көрдім. Сондықтан осыны абайлаңыздар.
Ақша маған өзенде алып келе жатыр. Мен мынаны оқып үлгермей жатырмын. Пожалуй, подсознание дұрыс жолға қоюды бір ауыз сөзбен айтасыз ба дейді. Подсознанияны бір ауыз сөзбен айтсам, сол тіліңді жөндеу ғой. Себебі тілдегі айтылған әрбір сөз құлақпен тілден сразу сол подсознанияға барады. Жомарттық жайлы сүре бар ғой дейді. Қатты жомарт болмайды, қадірін кетеді дейді. Сол сүрені жіберіңізші Тәрикке. Қандай сүре екенін көрейін. Не сүре, аты қандай, қаншашыншы сүре, білмеймін енді. Ондай жомарттықтан бір азап шегіпті деген адамды көрмедім. Керісінше сараңдықтан да шеккендерді білемін. Шүтсай қолдамайсыз ба енді дейді. Мен любой нәрсені жаңадан шыққан құралдардың бәрін қолдаймын. Қолда болғанда қабылдаймын. Вообще қазақтардың бәрін қабылдаймын. Бастамағанша еркін өзіме ұнайды, өмір сүргім келеді. Онда бір адам шығарып жатыр, онда бір Алла тағала рұқсат беріп жатыр. Адамдарды одан ана барыңыздар, караокеде арақ ішкен адамдармен алысыңыз. Неге арақ ішіп жүрсің деп. До того рухани, до того мықты, до того пысық болсаңдар, неге елдер бір-біріне тиісесіңдер? Мен түсінбеймін. Ойбай, анау бүйтіп кетті, ана жерде біреу деген хиджаб киіп алды. Кисін, Алла кигізді оны. Хиджаб ұнамай ма? Айт. Хиджаб киген қызға қарады, айт, өзіңнің еркін шашыңды бүйтіп қойып бүйралап жүргеніңе кайфовать ет. Рахат ай. Алла мені бүгін осы қалыпта жүргізіп қойғанына. Ертең до того хиджабтың саған мынандай не қап дей ма? Қарасын киіп тастауы мүмкін бір-ақ күнде Құдай. Адам болуда, жануар болуда, хиджаб киюде бәрі бір Алладан. Не істейсің? Елмен алысып, анау ананы киіпті, мынау мынаны киіпті деп мен не болып кеттім өзі? Ақша потогын ашам деп елді тәрбиелеп кеттім ба? Өздеріңіздің ниеттеріңіз түзу болсын, өз өміріңізді дұрыстап сүріп алыңыздар. Басқаларды не істейсіздер? Негізі ақшаның потогы осыдан басталады. Почему мен финансово независиммін? Неге мен еркінмін? Бір күн Парижға барам, бір күн Дубайға барам. Қалаған жерімде өмір сүрем. 6 ай жаңағы Барселонаға барып тұрып келем ба деймін, тұрып келем. Почему? Потому что мен елмен алыспаймын. Маған бәрібір. Өз тарапымнан отбасылық құндылықты, өзімнің білгенімді айтып жеткіземін. Бір адамды болса да, 1 градусқа болса да дұрыс жаққа өзгертуге шамам келгенше айтам. Ал енді басқаларды барып, сенікі дұрыс емес, сен ана сюцайды оқып кеттің, сен нумеролог болып кеттің, сен феншуист болып кеттің деп ана бір қыздарға зачем тиісесіздер? Тиіспеңіздер ешкімге. Бәрі Алланың сүйікті пендесі. Біреу хиджаб киіп кетіпті, біреу не істеп кетті. Өзіңіз қуаныңыз. Егер сізге сол ұнамаса хиджаб кимеген, қуаныңыз, что сіз қазір оранып жүрмей шашыңызды бүйралап жүрсіз. Кайф. Егер де өзіңіз хиджаб киіп, мен сияқты бір шашы ашық қызды көрсеңіз, аяңыз мені қараңыз да. О, бейшара, как хорошо мен хиджабқа келдім деп кайфуйте от своей жизни. Что сіз хиджабтасыз, маған қарағанда руханисыз, маған қарағанда красота, Аллаға жақынсыз. Алла сізге хиджабты берді, Алла сізге иманды берді. Зачем алысасыздар елдермен? Вот сол алыспаған кезде барып, менің соңын қарасынша мынаны көз көре қалады дейді ғой. Атырауда Гербалайфпен айналысатын қыздарым бар. Менің Динара деген қызым бар, Эльмира деген қыздарым бар. Атырауда, кстати, 11 февральда Байболайық семинарымен барайын деп жатырмын Атырауға. Оффлайн семинар барайын деп жатырмын. 18-інде ғой деймін, Түркістанға барайын деп жатырмын. Қарашаш қыздар, показывай, что ты круче, да? Сол байдың есін шығаратын сыйлық сыйлау керек, чтобы вселенныйға показать, что ты круче. Құралай ханымға ақша берсең, тез байисың дейді. Сіз мысалы Луи Виттон сумка алыңыз, Луи Виттон кошелек алыңыз, Шанель сырға алыңыз, или там бір қымбат брендовый бірдеңке алыңыз. Сразу артынан ақша келеді. Бұл уже проверенный. Бұрын мен осыны естігенде сенбейтінмін өтірік деп.
әлемдегі ең бір мықты брендтер ғой, әлемдегі бір ақшасы көп орта, потому что сенің ақшаң сол кошелекқа түседі да, сол оборотқа түседі да, там вот эта вот энергия денег крутится, и саған сол қайтып келеді. Ты просто показываешь вселенной, что ты круче, что ты сможешь оплачивать эту сумку, эту вещь деген секілді. Күйеуім бүгін құмар ойынын құртты. Не істесем болады, кешіргім келмей тұр, өзімнен аяған ақшаны құртты. Негізі құмар ойынның кайфы, наркотиктің кайфы, арақтың кайфы үшеуі бірдей да. Адам өмірден кайф аламаған кезде сол жаңағы алкоголизм, наркомания және игроманиядан алады. Өмірде кайф жоқ. Уже өмірдегі сезімдерін ала алмайды да, содан кейін сол сезімдерді ол наркотиктен алады, ақшадан алады. Үйдегі қаттылық, анасынан көрген қаттылық, әйелінен көрген қаттылық, бауырынан, сестренкасынан, қарындасынан, әпкесінен ала алмағанды ер адам арақтан, наркотиктен алады. Ер адамға бұл ғаламда әйтеуір бір әйел махаббат берсе, ол арақ ішпейді. Сол үшін де кейбір еркектер подсознательно тоқал алады. Любовницаға барады, екінші әйелге барады, потому что он уже не может, сезім бітіп қалды. И он должен как-то зарабатывать, как-то правильно жить. И ол арақ, наркомания, алкоголизмді түсінеді, дұрыс емес екенін, сондықтан әйелден алады, басқа әйелден. Старайтесь давать, мейірімді болуға, махаббат беруге, қолдауға тырысыңыздар. Өте қиын, әрине, айту маған. Көбісі айтады, айтуға оңай деп. Кітаптан оқығанымды айтсам да, мен 2014-тен бері осы прямой эфирде отырамын, дайректе қанша қыздармен сөйлесем, қанша менің осы алкоголизмнан жазылып кеткен, қанша кейстарым бар. Тіпті эфирге шығарайыншы, менімен шығыңызшы десем де шыға алмайды. Ұят, ана абысыным көреді, сізді анау елден ұят деп. Бірақ кәдімгі ойын құмарлығын тастап кеткенімдер бар. Егер де ойын құмар адам, алкоголик адам, наркоман адам өміріңізде болса, делайте все, что можете, не экономя себя. Вот біздің әйелдер сондай ғой, жертвовать еткен жақсы көреміз, да? Пожертвуйте. Бір жылма өзіңізге дедлайн беріңіз. Вот я год даю тебе. Буду на все согласна. Буду с тобой по семинарам ездить, по экстрасенсам, там, таблетку от алкоголизма дам, по всяким обществам буду ходить. Бір жыл өмірімді берем. Давай, сен де маған көмектес. Бір ауыз жылы сөзбен просто қолдау. Бірге понимать не то, что ты дурак, алкоголик, игроман, бір бәлеміз, четко, это твоя болезнь. Сен бұл аурусың. Игромания деген ауру. Давай екеуміз бірге қосылып реттелейік. Не жетпей жүр саған? Ана Құралайхан деген психолог айтты, что саған махаббат жетпейді, мейірім жетпейді. Мен қаттым ба, анаң қатты ма? Ер адам дүниеде уже біткен кезде әйелі, әпкесі, анасы и қызы 18-ден асқан. Нағараңыздар, кішкентайлар саналмайды, кішкентай қыздар. Кішкентай қызы, анасы, әйелі, әпкесі или сіңілісі 18-ден асқан. Солардың біреуінен қолдау алмаған кезде или өледі, төбенің басына кетіп, или наркомания, алкоголизм, игроманияға кетеді. Когда уже сезім әйелден келмеген кезде. Ал енді әйел адам неге біз кетіп қалмаймыз игроманияға, анау-мынауға? Біз баладан аламыз. Бала бізді мотивировать етеді. Өзіміз 9 ай көтергендіктен, өзіміздің қанымыз, өзіміздің жанымыз, өзіміздің әкенің жақындығы жездей аяқ дейді. Кеше мен бір киноны қойдым сіздерге. Әйел адам баласы үшін баладан сезімді алады. Баланы құшақтап, баланың есінен, баланың бақытынан, баланың мектептен 5 алып келгенінен, қанша жестокимін, қанша мен баламды ұрам, қанша мен десе де, әйел адам сезімдерді баладан алады. Ал еркек адам 18-ден жоғары көтерілген әйел адамдардан алады. Ең бірінші ол өзінің анасынан алады. Одан кейін барып әйелінен алады, қарындасынан или әпкесінен алады. Егер ондай адамдар дүниеде бар айналасында, әйелде бар, әпкесінде бар, бәрібір, бірақ қолдау, мейірім, махаббат алмай ма, өмірден баз кешіп кетеді. Просто бір ғана қолдау. Енді бір жыл дедлайн беріңіз. Мен сені қолдаймын, давай вместе лечиться.
Ақырын шыдаймын, бәріне шыдаймын, и так шыдап келе жатырмын. И так 5 жыл шыдап келе жатырмын сенің ойыныңа, или там наркотигіңа, или арағыңа. Давай 1 жыл уақыт берейік. Сен или өзгер, или қой. И любой наркоман, любой алкаш адам айтады, я ішпеймін, болды, өзгеремін, бірдеңке, шірдеңке. Прям найди такие пути, которые работают. Махаббатпен, мейіріммен. 1 жылдан кейін өзгермесе, сен бәрін салдың. Прям айнаға қарада, мысалы, әйел адам оправдываться ете береді. Әпкесіне, мамасына, я мен осыны шыдап жүрмін, бүйтіп жүрмін, сөйтіп жүрмін. Жоқ. Прям ішкі жан дүниеңмен. Все ли я сделала? Бәрін істедім ба мен? Осы семьяны сақтау үшін. Прям полностью 1000%-ке отдалась я. Прям бүкіл жүрегімді бердім ба деп. Егер де ішіңде бір жоқ, мен ана жерде қысып қалдым, мына жерде өзімді экономить етіп қалдым, мына жерде бүйтіп қалдым десең, онда уақыт бер. Давай 1 жыл екеуміз бір-бірімізге берейік, осы семьяны сақтайық. 1 жылдан кейін әлі сол история болса, негізі айтады, шірік алманың қасына таза алманы қойып қойсаң, біраз уақыттан екеуі бірге шығып кетеді. Сол үшін ол шірік адам сізді де шірітеді. Оны жылдар бойы, 20 жыл, 30 жыл арқаңызда көтеріп, бала қылып, ірітіп, шірітіп жүру, ол өзіңізге де, балаңызға да дұрыс емес болады. Прям шешім шығарыңыз, қателесуге қорықпаңыз. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, дейді орыстар. Емдеуге тырысыңыз, тезірек, қазір жылдамдықтың заманы. Уақыт созып, 2 жыл, 3 жыл қоятын шығар, ертең қоятын шығар деп жүруге уақыт жоқ. Білмеймін, тренингтарға барыңыз, кітап оқыңыз, қазір рухани ұстаздар көп, психология дейсің ба, психологияның аталары, апалары, мені отырмыз түкірігіміз шашып, таңнан бастап кешке дейін сұңқылдап. Еркек дейсіз ба, еркегі тұр неше түрлі инстаграмда. Әйел дейсіз ба, әйел тұр. Рухани дейсіз ба, оранған дейсіз ба, оранбаған дейсіз ба, молда дейсіз ба, имам дейсіз ба. Қазір барлық құралдарды Алла тағала беріп қойған. Только делай, и все. Но махаббатпен. Оны тықылдатып, ана тоқылдақ секілді ағашты бетіп күнде тоқылдатып, ит алқаш, сен ұрттың, сен біттің, сен мені өмірімді құрып тастадың, сен кебедің, өстіп қалдың деген. Просто өзіңіз тұрған ағашты екіге бөліп тастайсыз, болды. Махаббатпен кәдімгідей соның жанының бальзамы болыңыз. Будьте бальзамом его души. Сол кезде сіз ем боласыз, сол кезде сіз дұрыс боласыз. Комментарийді қосып сіздерді бір бұрқыратып оқиық енді. Бай болайық семинарына қатыстық, енді кредит долгтан қалай құтылуға болады дейді. Егер де бай болайық семинарына қатысып, кредиттан, долгтан әлі құтыла алмай жүрсеңіз, значит сіз двоечницасыз. Егер сен кітапты оқыдың, егер оны түсінбесең, кітапты жазған кісі емес, оқыған сен тупойсың дейді. Баяғыда бір кісі айтып өтсін. Бай болайық семинарынан өте көп нәтиже алып, қаншама адамдар өздерінің жан дүниесімен жұмыс істеп, ары қарай дамып өсіп жатыр. Қанша бір семинардан өзгеріп жатыр. Ал енді сіз дым алмай, просто менімен суретке түсуге барсаңыз, онда ренжімеңіз, кінәлі мен емес сізсіз. Например, сіз керемет бір тренер тауып алдыңыз. Арықтататын, осы жұлдыздарды арықтатқан, Баян Есентаеваны, Динара Сәтжанды арықтатқан мықты тренер, фигура жасап берген. 100 килограмм салмақпен отырсыз. Барасыз да, тренердің фитнес залына барасыз, оның мықты жаңа аппараттарын былай ұстайсыз, былай істейсіз, суретке түсесіз, отырасыз, көзіңіз бақырайып. 1 айдан кейін, 2 айдан кейін шығасыз, сол 100 килограммен қайтадан. Человек должен сам, өзі бүйтіп тартылу керек. Бұл жерде анекдоттағы секілді, баяғыда бір апа бар екен, нелерден шықпайды екен. Немет, экстрасенс, палшы дегендерден шықпайды екен да. Анаған да барады, наған да барады, өмір өзгермейді. Анаған барып, бал ашады, наған барып, жол ашады, өмір өзгермейді. Сон бір күн айтқан ғой, қазір бір подругасы, қазір психолог, коуч дегендер шығып кетті, соған барсайшы деп. Сөйтіп бір психологқа барды, содан ертесінде подружкасы айтқан ғой, не болды психолог, миыңды түзеді ма, өмірің өзгеретін болды ма десе. Я не знаю, этот шарлатан опять сказал, что все зависит от меня деп. Сол секілді, бұл анекдот, шутка болғанмен, в каждой шутке есть доля правды. Все зависит от вас. Как вы принимаете? От того, что мен айттым, мен түсіндірдім,
егер де сол жердегі адамдар түсініп, сіз түсінбей жатсаңыз, это уже ваши проблемы. Жаңа үй салғым келеді, мотивация беріңізші дейді. Үй салу деген, оған вообще мотивация керек емес. Үй салам деген мұсылманға мына кеңістіктегі 18.000 ғаламдағы қандай періштелер бар, бәрі келеді. Бәрі келеді. Біз Талғат екеуміз қанша үй салдық?